Мен бұл жыр тілегімді қазақ ақындардың админы Анара Марсынаға арнаймын. Падишасы жырлардың, сұлу ару Анара, нәзік қана жанының, мейірімнен жаралған. Ай жүзінен күлімдеп, ерекше нұр таралған. Даусы бұлбұл үніндей жыр оқуға жаралған. Кең пейілі, көңілі, шексіз дархан даладай, мейірімі тасыған, кінасы жоқ баладай. Жанарында жалын бар, болашаққа ертеңгі, поэзиямен толықтырар көңіл күймен еңсеңді. Өлеңдері оқыған, тынып тұрған сырсандықты сақтаулы шуақ шашқан нұр барлық. Сөздері де жағымды, өрнектелген кестедей, жырмен ғана өреді әр сөздерін кестелей. Болашағың жарқын болсын, ақ маңдайлы аруым. Бола берсін поэзия бөлшегі сол жаныңның. Рахатын көр әрбір атқан таңының. Тілеймін мен бұл өмірде жақсылықтың барлығын. Падишасы бола бергін, поэзияның қалықтап, жалындасын жанарларың қуаныштан жарқырап. Күләш пенен Фаризадай болсын деп мен тіледім. Арналады бір өзіне өлең атты тілегім. Тыңдарманың мыңнан ассын, жаулап алғын оқырмандар жүрегін.